Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өте дәмді наурыз көже дайындайтын боламыз. Және ауыз ашарға дайындасаңыздар болады. Өте тойымды, дәмді тағам. Бисмилlah, бастаймыз. Ең алдымен қазанымызға көз мөлшерінде сұйық май құйып алдым. Және ұсақталып туралған етіміз саламыз. Бұл жерде сүр ет, майлы болған болса, тағамыз өте дәмді болады. Және жылқы етін салуға, қазы салуға да болады. Енді бұрыштық пияз саламыз. Ұсақтап туралған сәбізіміз саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Бұл жерде тұз салмаймыз. Және осындай бір кесе жүгері салатын боламын. Осылай қуырып болғаннан кейін суымызды құямыз. Енді жақсылап жуылған жүгері саламыз. Егер жүгері болмаса, перловка салуға болады. Жақсылап жуып аласыздар. Және етпен бірге жай отта 3-4 сағат қайнатасыздар. Міне осылай сорпамыз ағарып, жүгеріміз жарылған кезде картоғымыз бен күрішіміз саламыз. Күріштің орнына мәш салса да болады. Өзім күріш салдым. Енді жақсылап барлығын пісіріп аламыз. Және осы кезде тұз саламыз. Барлығы пісіп болғаннан кейін ең соңында қара мейіз саламыз. Және 5 минут қайнатамыз. Көп қайнатуға болмайды. Мейізіміздің дәмі кетіп қалады. Міне осымен біздің көжеміз дайын болып қалды. Барлығы толықтай піскеннен кейін тұзын барлығын дәмін қарайсыздар. Содан кейін сүтті құйып, асын өшіретін боламыз. Себебі сүт құйғаннан кейін көп қайнатудың қажеті жоқ. Сүтіміз іріп кетуі мүмкін. Міне осымен тез дайын болатын наурыз көжеміз дайын. Өте тойымды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтындай толықтай сенімдімін. Және менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Ауыз ашарға міндетті түрде дайындап көріңіз. Сендермен болған жанат астарың дәмді болсын.